Шаймардан патша ертеде бір білімдар молда болыпты. Bir күні ол кемпіріне: мен о дүниеге аттанғаннан кейін сен бір бала табасың. Егер ол ұл болса, тұмарымды оң жағына тақ. Ұлым менен асқан молда болады. Қыз болса, сол жағына тақ. Ол өсе келе айдай сұлуға айналады, дейді де дайындаған тұмарын береді. Содан шал ауырып бір айдан соң қайтыс болады. Арада айлар өтіп кемпір ұл табады. Анасы оның оң жағына тұмар тағады. 7 жасқа толғанда ұлын білім алсын деп молдаға береді. Бала молдада 14 жасқа келгенше оқиды. Бірақ бір әріп танымай шығады. Енді ол ұлын етікшіге береді. Етікшіде ол 4 ай істеп, үйіне біз шаншуды білмей оралады. Тұрмыстары қиындап бастаған соң шешесі мұны базарға ертіп апарып, бір есек алып береді. Бала өзгелермен бірге отын сатып күнін көріп жүреді. Bir күні жолда жел соғып, жауын жауады. Отыншылар бір-бір тамның астына кіріп жатады. Молда баласы бір кішкене кездекпен жерді шұқылап отырған еді, астынан әдемі тас шығады. Ол тасты жолдастарына көрсетеді. Асыл тасты көрген жолдастары қазына болар деген оймен қаза түседі. Қаза әлгі жерден бір үлкен диірмен тасы, оның астынан бал шығады. Енді бұлар отынды тастап, шелектеп базарға бал апарып сатып жүреді. Bir күні бал азаяды. Жолдастарының бірі молданың баласына: мұны тапқанда біліп көргенде сен, балдың көбін өзің аласың, ішіне түсіп көр дейді. Сонымен бала құдықтың ішіне түседі. Онда біраз бал бар екен. Сонымен шелекті толтырып, сыртқа беріп жібереді. Беліне арқан байлап, енді өзі шықпақ болады. Жолдастары арқанды тартып, ортасына келгенде жіпті кесіп жібереді. Бала құдықтың түбіне қайта құлайды. Ол енді қалған балды керіп жеп жата береді. Bir күні бала екі көзінен от жанып тұрған мысық сияқты бір мақұлықты көреді. Бала енді сол жерді кездікпен қаза бір жап-жарық жерден бірақ шығады. Жүріп отырып бір үйге тап болады. Үйге кірсе, ішінде алтын төсек салынып, ортада көп жеміс тұр екен. Шаршаған бала төсекке жатып ұйықтап кетеді. Bir уақытта ол айдаһарлардың дүбірлеген даусынан оянып кетеді. Бала ұйықтаған болып жата береді. Сол кезде есік жақтан ысқырған дауыс шығады. Айдаһарлар есікке қарап тәжім етеді. Сөйтсе, ол сол жердегі айдаһарлардың патшасы Шаймардан деген қызыл жылан екен. Шаймардан баланың жөнін сұрайды. Уақыт өте келе екеуі айырылмастай дос болады. Арада ай өтіп, жыл өтіп, бала үйін сағынады. Ол жыланға өз ойын айтады. Жыланның оны жібергісі келмейді, бірақ баланың айтқаннан қайтпайтын мінезін білгендіктен амал жоқ келіседі де, жер бетіне шыққан соң осы жай туралы тіс жарып ештеңе айтушы болма, және де моншаға барма деп тапсырады. Бала келіседі. Жылан бір қап алтын беріп шығарып салады. Bir күні молданың баласы базарға бармақ боп көшеге шығады. Оны уәзірлер ұстап алады да моншаға қарай сүйрейлей жөнеледі. Олардың моншаға сүйрейлеуінің себебі мынау еді. Патша ауырып, балшыларды жинапты. Балшылардың бірі айдаһарлардың Шаймардан деген патшасы бар. Соның сорпасын ішсеңіз жазыласыз. Ал оны осы еліңіздегі жұрттың бірін қоймай моншаға түсірсеңіз табасыз деген екен. Сонымен баланы түспеймініне қарамай моншаға түсіреді. Солақ екен, баланың денесі көк ала боп көгеріп кетеді. Уәзірлер көргендерін жеткізеді. Балшы баланы алып келуді бұйырады. Уәзірлер бұйрықты орындайды. Шал балаға көргеніңді айт деп бұйырады. Бала айтпайды.
Балшы шал оның мойнына қыл шыбырынды салып әбден қинайды. Бала енді өлтіретінін біліп, оған бал алған жерді көрсетеді. Балшы сол жерде отырып дұға оқиды. Сол кезде баяғы қызыл жылан жылт етіп шыға келеді. Балшы енді жыланды алмақ болады. Бірақ жылан, сен алма, мына бала алсын дейді. Бала жыланды алады да қойнына салып жүре береді. Сөйтіп айдаһарлар патшасын адамдар патшасының алдына апарып береді. Шал жыланды соймақ болады, бірақ жылан, сен сойма, мына бала сойсын дейді. Бала келіспейді. Сонда жылан, қорықпай соя бер, мұқият бол. От жақ, сорпа әзірле. Бастапқы сорпаны балшыға, ортаңғы сорпаны патшаға бер, соңғы сорпаны өзің іш. Етімді аяқ баспайтын жерге көміп таста дейді. Бала жыланның айтқанын орындайды. Бастапқы сорпаны балшыға береді. Шал сол бойы басын тасқа ұрып жынды болып кетеді. Ортаншы сорпаны патшаға береді. Патша дертінен айығады. Соңғы сорпаны өзі ішеді. Сөйтіп, ол дүниедегі барлық жан-жануарлардың тілін білетін, жұрттан асқан молда болып, мұрат мақсатына жетіпті. Осылайша әкесінің айтқаны айдай келген екен. Ал жылан бір ай көміліп жатып, қайта қалпына келіп, өз патшалығына оралыпты.